Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін нан батырып жейтін баклажан салат жасаймыз. Дәмі өте керемет болды. Табамызға майымызды құйып, пиязымызды төрт бұрыштап турап, қызарғанша қуырып аламыз. Үккіштен өткізілген сәбізімізді де үстіне салып қуырып аламыз. Баклажанымызды салып араластырып бұқтырып қоямыз. Тұзымызды, бұрышымызды салып үстінен қызанақтарымызды саламыз. Араластырып бұқтырып қоямыз. Сарымсақтарымызды салып араластырамыз. Он 15-20 минутта піседі. Баяу отта пісіресіздер. Осымен салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болды. Жасалу жолы өте қарапайым. Менің каналыма тіркеліп, менімен бірге осындай оңай тағамдар жасаңыздар. Ас болсын.